Ақтың құрылысы ір, белок. Белок ғылымның дәлелі бойынша өмірдің негізі болып есептеледі. Белок қазақ дүниетанымында ір немесе ірі деген сөзге сәйкес келеді. Өмір, теңір, тәңір, таңыр деген сөздердің соңы ір сөзімен аяқталады. Ірік, ірі сөздері де ір сөзімен басталады. Ал белок болса өте үлкен фермент. Оның үстіне тіршіліктің негізін қалайды. Сондықтан белокқа мұқият көңіл бөліп, дәлелімізді нақтылап шығуымыз керек. Сондықтан өмір деген сөзді алдымен талдап, ойымызды тұрақтатып алайық. Өмір – жизнь. Өм – омен. Ір – белок. Енді теңір сөзін талдайық. Теңір – рибосома. Тең равномерный, ір – белок. Тәңір сөзінде талдап кетпесек болмайды. Тәңір – название религии, иммунитет. Тәң – иммунитет, ір – белок. Келесі талдайтын сөзіміз таңыр болсын. Таңыр – название религии. Таң – утро, связывай, удивление, ір – белок. Қазақ таңғы нәсіп тәңірден дейді. Осы тәсілмен ір сөзі кездесетін сөздерді саралап көріңіз. Қазақ дүниетанымының қыр-сырына толығымен қанығасыз. Демек, ір дегеніміз ғылыми тілде белок. Ғылым ір, белок жайлы мынадай анықтамалар береді. Ір органикалық дүниенің негізі. 1 грамм ір ыдыраса 17,6 килоджоуль қуат бөлініп, энергияға айналады. Ір ағзаға түскен бөгде заттарды залалсыздандырады. Ір өкпе сіңірген оттегін денеге таратып, тасымалдаушы қызметін атқарады. Ір адам мен жануарлардың бұлшықеттері мен сіңірлерінің жиырылуын басқарып, қозғалысты реттеу қызметін атқарады. Ір ақтағы химиялық реакцияның жүруін тездетіп, катализатор болады. Ір ағзасындағы қуат көзі болғандықтан, қоректік азық ретінде қызмет атқарады. Ір гунның басқару қызметін реттейді. Ір өмірдің діңгегі қадірле, құрметте, қастерле. Ір елден тұрады, саны 20, сен де 20 еліңді сана, қастерле. Тоқтар Бейсенбинов, Ақиқат кітабы, 65-ші бет.